Демек мынандай сөз бар, бауырлар. Намаз оқымасам да не дейді? Жүрегім тап-таза дейтіндер бар. Білесіздер ме сондай сөзді? Бауырым молодец дейді, оқи бер дейді. Бірақ мен дейді, сен сияқты намаз оқымасам да дейді, мен біреудің Алла жүгін аттырған емеспін дейді. Жүрегім тап-таза дейді. Жоқ, намаз оқымаудың жүрегі қарайған адамдар олар. Яғни намаз оқымаудың басталады әңгіме. Оқымағаннан бастап сен қылмыс жасап жатсың уже. Яғни намаз оқымау Алланың заңын бұзып тұрған адамдар олар. Мысалы, мынандай нәрсе бар ма? Мен Қазақстан Республикасының азаматы екендігін былай мойындаймын. Бірақ заңмен жүрмеймін мен. Қылмысқа бармаймын бірақ. Деген адам заң бойынша қылмыскер уже. Осы жерде сәттен бастап қылмыскер ол. Яғни Қазақстан Республикасының конституциясын мойындамайын десең қазір сен. Заң бойынша сен кімсің? Сен қылмыскерсің. Бірақ ешне істеген жоқсың әлі. Ешкіммен төбелескен жоқсың. Баратын біреудің зартын тартып алған жоқсың. Ешне істеген жоқсың. Бірақ не деп жатсың сен? Жүрегім тап-таза деп жатсың. Сен заң мойындамай-ақ қойын, бірақ жүрегім тап-таза деп жатсың. Жоқ, сен істемей-ақ қой. Мойындамайым дегеннен бастап сен қылмыскерсің. Сол сияқты намаз оқымасам да жүрегім таза деген сөз, ол шайтанның сөзі бұл. Мына жүрек таза ағарады, тазарады қашан? Адам намаз оқыған кезде.